8 наурыз мерекесі құтты болсын. Еркек үйдің иесі, әйел үйдің киесі дейді дана халқымыз. Иә, отбасының тірегі еркек болса, жүрегі әйел. Үйдің берекесі мен бірлігін сақтайтын, түтінін түзу шығаратын да әйел. Жақсылықты 3 қайтара абзал анаңа жаса деген пайғамбар хадисімен тәлім алған халықпыз. Жұдырықтай жүрегіне жылылық пен ұлылық ұялатқан аналарымызды төл мерекелерімен құттықтап, әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Әйел ана, нәзік қой әйел жаны гүл секілді, жүреді күлім қағып күн секілді, тұрады гүл жайнатып күлкісімен, қиындыққа мойымай мұны өмірді. Жанұяң әдемі ғой әйел менен, сезімтал төзімді жан әйел деген, данышпан небір ғалым ақындарды әйел ана дүниеге әкелген. Құлпырған қызғалдақтай көктемдегі, сезілер жүздерінен көктем лебі. Әйел ана сендер жайлы ән айтқанда, бір сезім жүрегімді тербетеді. Бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеткен аналарымыз аман болсын.